Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді шаймен ішкенге жұмсақ пончиктер дайындайтын боламыз. Өте қолжетімді заттармен өте оңай дайындалады. Видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді және де ашытқымызды саламыз. Сүтіміз ыстық болмауы қажет. Енді жақсылап араластырып, дрожжымызды кішкене ертіп алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырдым. Енді шым-шым тұзымызды қосамыз. Және де бізге құмшекер қажет. Енді ертілген сары майымызды құямыз. Сары майымызда ыстық болмауы қажет. Және бізге бір жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды осылай жарып салатын боламыз. Енді барлығын толықтай венчикпен араластыратын боламыз. Құмшекеріміз барлығы жақсылап араласып еруі қажет. Бізде осындай сұйық, өте әдемі масса шықты. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ондай илектен өткізіп қосамыз. Сонда біздің тестамыз әдемі көтерілетін болады, жеңіл болып. Онда мөлшерден көп қоспайсыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ теста елейтін боламыз. Кішкене қолға жапсатын жұмсақ теста шығады. Осылай кішкене басып, бетін жауып, 1 сағат немесе 1,5 сағатқа ашытып қойып қоятын боламыз. Жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Менде 1 сағаттан кейін осылай көтеріліп, ашыды. Қолға жапсыбай, өте әдемі теста шықты. Егер сіздерде жапсып жатса, кішкене ғана ұн сепсеңіздер болады. Осылай жайып аламыз. Тым жұқа емес, қалың емес. Осылай жайып аласыздар жақсылап. Енді бокалмен немесе арнайы формамен осылай домалақтап аламыз. Үлкен немесе осылай кішкентай етіп жасасаңыздар болады. Үлкенірек жасасаңыздар әдемі көрінеді. Ортасын осында арнайы кондитерлік формамен ойып алдым. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Біздің пончиктер дайын. Алдын ала табамызға майымызды құйып, дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымызға салып, екі бетін қуырып алатын боламыз. Қызарғанда екінші бетіне аударып аласыздар. Орташа отта пісіреміз. Іші толықтай пісуі қажет. Осылай көтеріліп, өте әдемі болып пісті. Қызартып пісіре беруге де болады. Өйткені шоколадқа ұнатқанда білінбей қалады. Біздің пончиктер дайын, жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Видеода көрініп тұр, жұмсақ өте. Енді бізге шоколад қажет, жақсы еритін шоколад алыңыздар. Осылай водяной баняда пластмасса ыдысқа салып ерітсеңіздер болады, немесе микроволновкаға өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша сәндей бересіздер. Посыпкамен, шоколадпен осылай шоколадымызға батырып алатын боламыз. Менде шоколад еріп тұр. Қатқаннан кейін әдемі болып шығады. Осылай орехпен, кокосовый стружка, осылай бетін шоколад сеуіп шықсаңыздар болады. Өздеріңізге не ұнайды, солай жасайсыздар. Өте оңай дайындалды. Енді осылай посыпкада сеуіп шықтым кішкене. Енді бізде кокосовый стружка. Осылай әртүрлі етіп жасаймыз, сонда өте әдемі, әлі тәтті болады. Біздің пончиктер дайын. Енді тарелкамызға салып ұсынатын боламыз. Сізге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Қазақша каналды қолдау білдіріп кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Күнделікті жаңа рецепттер шығады.
Біздің пончиктерimiz дайын, өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.